bir qap ақша. Сатырлатпаш. Өзімнің қолым өзім білем. Таңертеңгі таза ауа қандай керемет, е? Әсіресе таза ауа жұтып тұрғанда пәтер ақыны сұрап келсе тіпті керемет, е? Қайда? Асан аға, кешіріп қойыңшы. Бүгін болмай қалды. 3 күннен соң жалақымды алам. Уәде берем. Қайда? Аға, мен де оған қосылам. Болды, жетті. 3 күн деп жүріп, 3 ай болды. Төлей алмасаңдар, шығыңдар. Туғандарымды кіргізіп қойғаным артық. Кілт қайда? Аға, 3 күн күте тұрыңыз. Бол. 3 күнде анық береміз. Кілтті бер. Төлей алмайсың ба? Кілтті бер. Ақшасын төлейміз, қайта кіреміз. Солай ғой, аға? Кілтті бер. Бол. Ақшаны тауып әкелесіңдер. Кілтті аласыңдар. Оның үстіне мұндай пәтерді 20 мың сомға таппайсыңдар. Ей, тоқта! Екінші кілтті алдың ба? Е? Тағы бір екеуін жасатып қою керек еді. Тұман басталып келе жатқан сияқты, е? Соңғы күндері Бішкектегі ауа райы бір түрлі болып кетті. Таңертең тұрсан қыс, түстен кейін жаз, кешкісін күз. Соңғысын тартшы. Ассалаумағалейкум, жақсы балалар. Қалайсыңдар? Денсаулықтарың жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Менікі қайда? Ағасы қазір болмай тұр. Жұмыстан да ақшамызды алған жоқпыз. Болғанда береміз. Түсінем. Болады ондай. Түсінесің бе? Әрине түсінем. Түсінсең, аға, жолымызға 20 сом бере тұршы. 50 сом қылып қайтарам. Рас па? Рас, 50 сом қылып берем. Бұл бұрыннан қайтарады. Ал сен ешқашан бермейсің ғой. Беремін. Мейлі онда, берсем бере тұрайын. Өзімде 300 сом ғана қалды. Ағасы, сенде қарызға 300 сом жоқ ба? Қызбен кездесуге баратын едім. Ғашық болып қалдың ба? Иә, көптен бері кездеспеп едік. Махаббат үшін берейін. Соңғы 300 сомым қалса да. Берем аға, 500 сом қып берем. Шынымен беретін болыңдар, ұмытпай. Кешке 500 сом қып қайтарасың ғой. Иә. Көп рахмет. Сәттілік. Қандай кездесуге бармақсың? Ғаламтор арқылы бір қызбен танысқам. Көптен бері жолыға алмай жүрген едім. Бүгін кездесуге шақырдым. Бүгін жолығам. Алтынаймен бе? Оны қайдан білесің? Хабарламаларыңды оқығам. Оны тәтті қыз деп атайды екенсің ғой. Тәтті қыз. Сені көрмесем өлем деген хабарламаңды оқығанда жалпыңнан түсіргім келді. Менің хабарламаларымды оқып қайтесің? Одан да кітап оқымайсың ба? Пайдалы нәрселер оқымайсың ба? Қойшы. 300 соммен оның жүрегін жаулап алам деп ойлап тұрсың ба? Қазіргі қыздар ең бірінші кезекте сенің киіміңе қарайды. Екіншіден, жұмысыңа қарайды. Үшіншіден, ақшаңа қарайды. Ал сенде біреуде жоқ. Есесіне менде жүрек бар менде. Саған түсіндіргенше итке түсіндірген артық. Менің автобусым емес пе? Болат! Бүгін жұмысқа кешікпей кел. Тахир сені жұмыстан шығарам дед. Сөйлей бермесін. Мен қазір әкеме барып, сосын жұмысқа барам. Бек, біліп қой. Қазіргі қыздар жүрек, бүйрек дегенге қарамайды. Оларға қалта керек, қалта. Кешікпей кел. Жақсы. Әпке, мұна жерге отырып алмайсың ба? Мен саған әпке емеспін. Әпкеге ұқсайтын досым, кешіріп қой. Кешіріп қой. Ағасы, мен түсіп кетейін. Өтіп кет. Тоқтаңыз. Кешіріп қой, Досым, сен де кешіріп қой, Айып етпеңдер.
қандайсың сұлу? Жақсы, рахмет. Өзіңше? Жақсы. Сен суретте қандай сұлу болсаң, өмірде одан 2 есе сұлу екенсің ғой. Ұялтпашы. Мынау саған. Бұл қандай гүл? Бірінші рет көріп тұрмын. Бұл қағаздан түймедақ деген гүл. Қағаздан түймедақ? Гүл сауыт сұрап, суға салдыртайық па? Әрине. Мұндай жерге келетінімді білгенде дұрыстап киініп келер едім ғой. Жоқ, осылай да жақсы жарасады. Рас па? Жаман емес. Міне шығып бара жатырмын. Жоғарыға ма? Жоқ, қапталға. Алло. Ассаламалейкум. 40 тонна, дұрыс. 20 тоннасын жеткізіп бердік қой. 20 тоннаның ақшасын бермейінше біз де бара алмаймыз. Жақсы, келістік, сізге хабарласам. Аға, хабарласып қанша болатынын айтам. Жарай ма? Жақсы. Қолыңда айфон екен. Қыстың күні былғары күртке киіп алыпсың. Тонналармен сөйлейсің. Соған қарағанда мықты біреу сияқтысың ғой. Жоғарыға ма? Жоқ, қапталға. Сен мықты емессің бе? Мықты жолың болсын. Бұл жігіт мықты. Қарындас. Қарай көр өздерін. Қалай екен? Керемет екен. Саған ұнады ма? Иә. Рахмет. Мен қазір келем, Бұл шынымен біздің шот па? Сіздердікі. 2 кофе үшін осынша шықты ма? Сіз қымбатына тапсырыс бердіңіз ғой. Бәсе, неге дәмді десем? Досым, қазір кішкене ақшам жетпей тұр еді. Не істесек болады? Қанша жетпей қалды? Менде бар болғаны 300 сом бар. 300 сом. 1000 сом жетпей қалды ма? 1000 сом жетпей қалды. Не істесек болады? Мүлдем жоқ па? Мүлдем жоқ. Ендеше кепілге зат қалдырыңыз. Телефон, төлқұжат немесе жүргізуші куәлігін. Мынадай телефон бола ма? 1000 сом болмайды ғой. Шамы істеп тұр. Ойындары бар. Ішінде тәтті қыздың да нөмірі бар. Кейін алып кетесің бе? Алып кетем. Міне, ақша ішінде. Шынымен алып кетесің бе? Шынымен алып кетем. Қалайсың? Әкем өзінде ме? Қазір айтайын. Асқар Нұрланұлы, балаңыз келді. Кіре берсін бе? Кіре берсін. Рахмет. Неге шақырдыңыз? Ақымақ. Балам құсап, әке, денсаулығыңыз жақсы ма, жұмысыңыз қалай деп арасында сұрап қойсаң болады ғой. Бұның не сенің? Әке, қалайсыз? Жұмысыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Ауырып жүрген жоқсыз ба? Жақсы, Құдайға шүкір. Неге шақырдыңыз? Менің уақытым жоқ, жұмыс көп. Жаңа нотариус аштым. Құттықтаймын. Сен үшін аштым. Сонда жұмыс дейсің. Мә, саған ұнайтын көлік. Айттым емес пе, маған жәрдем бермеңіз деп. Бәріне өзім жетем демедім бе? Сіздің көмегіңіз маған керек емес. Құрылыс компаниясын ашам дедім бе, ашам. Аспаз болып жұмыс істеп жүрсің, қалай ашпақсың? Мені сол үшін шақырдыңыз ба? Мен кеттім. Бала, отыр.
Мен сені заңгердің оқуына оқыттым ба? Сен заңгер боласың. Не сот боласың, не адвокат боласың. Оқыдың ба? Мен онда өз қалауымен оқыған жоқпын. Сіз қинап оқытқансыз. Маған керек жоқ нотариус, патариус дегендер. Құрылыс компаниясын ашам дедім бе? Ашам мен. Қайтып ашасың, а? Қайтып? Құрылыс компаниясын ашу үшін біріншіден білім керек. Екіншіден ми керек. Үшіншіден ақша керек. Өкініш орай сенде үшеуі де жоқ. Сіз оған басыңызды ауыртпай қойыңыз. Ақша жинап өзім ашып аламын. Саған түсіндіргенше итке түсіндірген артық. Боспын ба? Сен кімге тартқансың өз, а? Мен жұмысқа кеттім. Болат, кірші қайта. Сөйлесеміз. Асқар Нұрланұлы балаңыз кетіп қалды. Шақыршы. Шақырсам да бәрібір кетіп қалды. Асқар Нұрланұлы, Болатқа ешқандай көмек бермеңізші. Ол бәрін өзі істеп алады. Өзі көлік алып, өзі құрылыс компаниясын ашып алады. Маған солай айтып кетті. Болат, кір дедім саған. Мынаны ұстай тұрасың ба? Қазір келем. Не болды? Қайда барасың? Ассалаумалейкум, бауыр. Уағалейкум селам. Телефоныңды бере тұрасың ба? Хабарласып алайын. Менде бірлік жоқ. Онда жай қоңырау тастасам бола ма? Бере тұрсаң. Менде қоңырау тастауға да жоқ. Ал оның есебінен хабарласуға ше. Менде мүлде бірлік қалмай қалды, бауырым. Шын. Дұрыс қой. Ұрлап кетеді деп ойлап тұрсың ба? Жоқ. Өңім қара, ауылдан келгем. Хабарласуға алған болып қашып кетеді деп тұрсың ба? Маған жете алмай қалуың мүмкін ғой, солай ма? Негізі адам баласында біреуге деген сый құрмет болмаса, ешбірі сөнбейді. Адамға адам сеніп, арада сый құрмет болмайынша өне алмайсың. Оны жүрекпен түсіну керек. Жақсылық көрмейсің сен. Сен жақсылық көрмейсің. Мен сенің бетің айтам. Беретін едім дейді. Не болды? Не болды? Бәрі жақсы. Шынымен бе? Иә. Алдың ба? Иә. Тәтті қыз. Жолың болсын, жақсы. Жетіп ал. Хабарласам. Қалай хабарласасың? Нөміріңді теріп хабарласам. Тәтті қыз, шақыру деп хабарласам. Телефоның жоқ қой. Міне ал. Екінші рет бұлай істеме. Жақсы. Кездескенше. Жақсы, рахмет. Енді сөзсіз хабарласам. Жақсы жетіп ал. Көріскенше. Жақсы жетіп ал. Қане, болыңдар. Бүгін түсі көп. Сен 10 минутқа кешіктің. Сенен 300 сом. Қойыңызшы, 10 минутқа кешіктім ғой. Қалай қойыңызшы, кешір қойыңызшы. 300 сом айып бұл. Досың қайда? Келе жатыр. Мен кішкене кешігіп қалдым ғой деме? Кішкене кешіккен жоқсың. 1000 сомға кешіктің, түсіндің бе? 1000 сом? Я, 1000 сом. Істемейм онда. Ей! Келей, 300 сом. 300 сом болады. Ол тезірек, келіңдер. Бүгін кісі ерекше көп. Ал сен неге кешігіп жүрсің? Автобусты ұйықтап қалып өтіп кетіппін. Автобуста? Бош. Қане тезірек келіңдер. Тахир, екінші үстелде боксшы бала отыр. Даяшыларға айтпай өзің күтесің бе? Жарайды. Жақсы. Саламатсыздар ма? Қош келіпсіздер. Ас аспаздан тағамдар бар ма?
Мәзірден қарасаңыздар болады. Мәзірді қойып, бізді таң қалдыршы. Біз жеп көрмеген тамақтарыңды алып келші. Жарайды, айтқаныңыз болсын. Мына жерге шай, нан деген нәрселерді ұйымдастырып жібересің ғой. Болды. Тәтті қызыңмен кездестің бе? Иә, кездестім. Сүйістің бе? Иә. Балалар, менің киімімді көрген жоқсыңдар ма? Сенің киімің аялдамада автобус күтіп тұрған. Қойыңдаршы. Бар, тезірек киін. Әлі киінбегенсің бе? Екі тамақ. Клиент мүлдем жеп көрмеген тамақ болу керек. Олар нешеу? Бір кісі әйелімен екен. Әйел екенін қайдан білесің? Мүмкін әйел емес шығар. Саған қандай айырмасы бар, әйелі ме, әйел емес пе? Айырмасы бар. Сөздің қысқасы, екі тамақ бар ма? Жақсы, ешкім жеп көрмеген. Жаңа дегендей. Менің атымнан клиенттерге айтып қойыңыз. Ромео мен Джульетта тағамы. Ромео кім? Джульетта тағамы. Джульетта. Ал менің атымнан қабырға деген тағам. Қабырға. Сондайда тамақ болуш ма еді? Ал сондай клиент бола ма? Клиенттікі қашанда дұрыс. Осы есіңде болсын. Тахир, клиенттерің айтпайсың ба? Бұл жерде жүректен шыққан тағамдар жасалады. Дәмдері керемет. Айтыңыз солай. Сіздер айтқандай, ел жеп көрмеген жаңа тамақтар бар екен. Ромео Джульетта және қабырға деген. Қабырға? Сол тамағыңды берші, аты ұнады. Жарайды, сізге. Маған Ромео Джульетта. Жақсы. Егер тамағың ұнамай қалса, сені аспазыңды даяшыларыңмен қосып сабай, мұқтың ба? Жарайды. Сонымен, сенің жаңағы Ромео Джульеттаң, сенің қабырғаң, егер тамақтарың ұнамай қалса, даяшылармен қосып, айыппұл салам. Оқтыңдар ма мені? Айыппұлдан көрі, төбелескеніміз жақсы емес пе? Өштің бе? Тауық қораға көштің бе? Қане, қимылдаңдар. Дайын болды ма? Дайын болды. Оның рецебі қандай? Менікі тауық сүбесі хош иісті шөптермен қуырылып, дәмді кілегей тұздығымен көмкерілген. Сондай дәмді. Тауық қойға қарсы десең түсінеді. Жақсы. Көрерміз енді. Мінеки, сіздің Ромео Джульеттаңыз, сіздің қабырға тағамыңыз. Көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Менің да сүйім ұшынғай. Сіздің шот, тағам ұнады ма сізге? Дәмді боп тағы. Сізге ше, көп рахмет. Аспаз балаларыңа менен алғыс ретінде беріп қой. Міндетті түрде берем. Сау болыңыздар. Жиі келіп тұрыңыздар. Біздің мейрамханаға. Қуана қарсы аламыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Не? Жұмысыңның бәрін бітіріп қойдың ба? Тұра не? Қысқасы, бұлай. Клиентке тамақтарың ұнады. Міне шай пұлдарың. Әр қайсыңа 1000 сомнан. Осы қалыптарыңнан таймаңдар жігіттер. Осындай клиенттеріміз бар болсын, бай болсын. Біздің мейрамханамызға келіп тұрсын. Тахир,
Түрің бір түрлі болып тұр. Сен бірдеңе бүлдіріп келдің, Аузыңа келгенде айта бермей жөніңмен тұршы. Нан ұрсын деш, нан ұрсын. Бар, қоқыс төгіңдер. Қуысың сен. Тахир жаман қинап жатыр, Құлап түсте. Жүр барып көреміз бе? Ne eкен? Ne eкен? Менің көріп тұрғанымды сен де көріп тұрсың ба? Сенің көріп тұрғаныңды мен де көріп тұрмын. Оны біреу түсіріп алса керек. Рахмет, Құдай. Бұл біреудің ақшасы болуы мүмкін. Бізді іздеп келеді. Мен шықтым жұмыстан. Бұл үшін бізді іздеп келеді деймін. Менікі. Тапқандікі, ешкі баққандікі. Қалай тапқандікі? Екеуміз тауып алдық қой. Ешкім көріп қоймай тұрғанда кеттік. Ақымақ болмаш. Бек, Бұлат! Сендерге Тахир тездетсін деп жатыр. Қазір көреміз. Қазір, мен ішке кірем. Сен ақшаны тықты артымнан кел. Жұмыс біткен соң ақшаны алып кетеміз. Қайда жүрсің, Бол енді, клиенттер күтіп қал. Тахир, не? Сені шақырып жатыр. Кім? Білмеймін, әкең ғой деймін. Көрген жоқ. Болды, біреу көтеріп кетпей тұрғанда кеттік. Қоя тұрақ, қазір бізді байқап қалады. Жоқ, ешкім байқамайды. Алаяқта кетейік. Сен неге мені алдап қойдың? Әкең кетіп қалып па? Кетіп қалып па деп қояды. Сол үшін саған 1000 сом айып бол, түсіндің бе? Әкел ғане 1000 сомды. 1000 сом бер дедім. Айып бол. Мен шықтым жұмыстан. Не? Қайда кетеді екенсің? Сенің айып болса айып болыңнан тойдым. Қысқасы шықтым мен. Оқтың ба? Шықтым дегенің не? Клиенттер күтіп отырса. Мен енді мұнда келетін болсам, клиент боп келем, жарай ма? Оқтың ба? Кетсен кете бер, түсіндің бе? Бектің өзі де жетеді. Иә, Бек? Тахир, сені көргенде бар ғой. Құсқым келе бастайды. Не? Көрдің бе? Сені адамдар көрсе құсқысы келе бастайды. Қане, Бек, құссаншы бетіне, құс! Қане? Жүр, шығамыз жұмыстан. Мұнда жұмыс істеп не істейсің? Кетсеңдер, кете беріңдер. Сендерден басқа аспаз жоқ дейсіңдер ме? Тоқта, дыбыс күшейткіштерді алып кетейік. Олар біздікі, ұқтың ба?
Я, келіп қалдым. Қайсысы? Онда құбырлар көп екен ғой. Қайсысы? Мына иілгені ме? Мұнда түзуі бар сияқты. Осы болатын шығар. Не істейсің? Жоғалыңдар, көзіме көрінбай. Екінші келмеңдер, ұқтыңдар ма? Жұмыс бермеймін сендерге. Жалынып келесіңдер, көрде тұрыңдар. Ей, Тахир, не? Мынау сенікі емес пе? Кетіңдер. Чындык сага орнолсун, тилиң бек болсун, алпышакка чек болсун, ишенбесең чык тосуп, каптан менин бек болсун. Менин чөрөм рэп, мунга бөлүп айтамын кеп, элим угуп кеп, жалгыз чындык байкадың сен. Көчөнүн акыны мен, кулакты Тоқтаңдар, ей! Шешініңдер. Сен бе? Көрсеміз. Жақсы. Ертең көрсеміз. Ей, қарыз үшін емес, әңгімелесейін деп едім. Бірінші, пәтер ақыны төлейміз. Сосын көлік аламыз. Бізді ешкім көрген жоқ па? Жоқ. Асықпай тұра тұр. Болат. Бұл ақша біздік емес. Бұл ақшаның өзінің иесі бар. Бір күні болмаса бір күні бізді тауып алады. Bir gün tavuk bizde. Орның артық уыс дегенді білесің бе? Ей, біз бұл ақшаны ұрлап алған жоқпыз. Бұл ақшаны тауып алдық. Екеуіміз тауып алдық. Ешкім көрген жоқ, ешкім байқаған жоқ. Бұл ақша біздікі. Есіңді жиш, санап көрек. Бұл ақшаны жұмсап тастаған соң, есі келсе, қайдан тауып бересің? Есі келмей. Сен оны қайдан білесің? Мен білем. Есі кім екенін? Бұл ақшаның есі біз. Тоқташ. Абыржымай, отырып, ересек адамдар құсап, ойланайықшы. Жарайды, ойланайық. Ересек адамдар құсап, ойланайық. Не жайында ойланамыз? Құрметті Бек мырза, біз ақша тауып алдық қой. Сол ақшаны не істейміз? Мұны шешпесек болмайды. Бөлсеміз бе? Одан да бөлісіп алайық. Сен өзіңнің қалағаныңды істейсің, мен өзімнің қалағанымды істеймін. Сен өз үлесіңді ал. Міне, сенің өзіңнің... Тоқта. Өзіңнің үлесіңді ал. Мен өз үлесімді алам. Сен қалағаныңа жұмсайсың, мен қалағаныма жұмсаймын. Қоя тұр. Сен ештеңе түсінбейді екенсің. Бұл деген көп ақша емес пе? Екеуміз көшеден 1000 сом, не 5000 сом тауып алған жоқпыз. Бір қап ақша тауып алдық. Онда бұлай істейік. 3 күн күте тұрайық. 2-3 күн. Содан кейін көреміз. Жарайды. 2 күннен кейін мен қалағанымды істеймін. Мен ақшаны бір өзім тауып алғанда жақсы болар еді. Бұл ақшаның өзінің иесі бар. Абайла. Асанаға.
Қалайсыңдар? 3 күн өтті. Қане, ақша дайын ба? Асан аға, қалайсыз? Біз жалақ қалдық, бүгін береміз. Жалақларыңды алдыңдар ма? Кірмейсіз бе? Жоқ, мен шаруалармен жүрмін. Сендердікі 3 ай болды. 3 айдікі 20 мың сомнан 60 мың сом болады. 4-ші айдікін беріп қойсаңдар, өздеріңе жақсы. 4-ші айда келіп қалды. Болды, аға. Болды. Ағаға 4 айдың ақшасын төлеп тастайық. Сен ақшаны әкеп бересің бе? 5-ші айға да әкеп бере алам. Қазір. Міне. Мен бәрін санап, бәрін бумаға жинап қойдым. Бұл жерде 170 айға. 170 айға? Екеуіңде солай айтатындарыңды білгем. 170 айға. Бұл ақшаға пәтер алсаңдар да болады ғой. Жоқ. 170 айға алыңыз дедім бе? 170 айға алыңыз. Онда жақсы болады екен ғой. 14 жыл төлемей тұра береді екенсіңдер. Жарайды. Жақсы жігіттер. Сау болыңдар. Аспаздардың жалақысы қанша? 10 мың сом аға. Көптен бері алмағансың ба? Туылғалы бері алмағам. Аға, 14 жылдан кейін жалғамыз. Көріскенше. Неге 170 айға бере салдың? Таң атпай көңіл күйімізді бұзбаш. Одан да пәтерді сатып алсақ болар еді ғой. 3 күн өтті ғой. Қалағанымды істеймін дедім емес пе? Көлік алмаймыз ба? Мықты екен. Осын алу керек екен. Күшті бәқе екен, е? Бұл бәқе емес, бұл Мерседес. Түсін қараша, түсін. Бұл қанша тұрады? Сатушы кім? Сатушы! Ассаламу алейкум жігіттер. Мына жерде жазылып тұр ғой, қолдарыңмен ұстамаңдар деп. Капотын ашып көрші көрейік. Сендерге кішкене арзанырақ көлік көрсетейін бе, жігіттер? Арзанырақ көлік бар. Қанша сомға іздеп жатырсыңдар? Кепіл ақы беріп қойшы. Алыңыз аға. Қарамай тұра тұрасыз ба? Жете ме? Жетеді. Аға, капотты ашасыз ба? Ашайын. Мықты екен, ей. Жігіттер, ең мықты көлікті таңдадыңдар. Mercedes-Benz 2010 жылғы. AMG, толық комплектация. Жігіттер, бұл көліктің ішінде сендердің үйлеріңде жоқ нәрсенің бәрі бар. Абайлап ойдыңдар. Рахмет, аға. Жақсы. She knows she's built and knows how to please. So enough to knock a strong man to his knees. Cause she's a brick house. Yeah, she's mighty, mighty. Just letting it all hang out. Hey, brick house. I like laid a stack, that's a fact. Ain't holding nothing back now. Shake it down now. Shake it down now. Shake it down now. Алло, Болот, сен қайдасың? Қасыңдамын. Кеттік бе? Кеттік. Досым, не болды? Сендердікі ме? Е, мықты бәк екен, е? Досым, ол деген Мерс. Бұл саған. Бірдеңе сатып ал. Рахмет, аға.
Саламатсыздар ма? Келіңіздер. Мен сіздерді бір жерден көрген сияқтымын. Ас үйден көрген жоқсың ба? Дәл солай. Ас үйден. Не, жаңа костюм алдыңдар ма? Жаңа костюм киіп келсеңдер, жұмысқа алады деп ойладыңдар ма? Алуға болмай ма екен? Алуға болады. Әрине алуға болады. Әрине. Сен бұл жерде әкімшісің ғой, е? Білесіңдер ғой. Бұрынғыдай қызметтеміз, істеп жатырмыз. Солай. Бұл не? Бүгін бізге өзің қызмет көрсетші. Даяшылар керек емес, жарай ма? Әрине. Клиенттік әрқашан. Қалай? Клиенттік әрқашан. Клиенттік әрқашан. Клиенттік әрқашан. Клиенттік әрқашан. Дұрыс. Дұрыс. Е, дұрыс, е. Біз қайда отырамыз? Мұны жаққа жүріңіздер. Өтіңіздер. Жүріңіздер. Мінеки. Не қалайсыздар? Қандай тапсырыс бересіздер? Қандай тапсырыс бересіңдер дейсің бе? 2 минут 22 секундтан кейін келіп сұрай аласың ба? Жақсы. Болот, мен шығып сөйлесіп келейін, не? Тәтті қызың хабарласып жатыр ма? Иә. Меңгеруші. Алло. Тәтті қыз қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Өй, тәтті қыз ауырып қалдың ба? Иә, ауырып қалдым. Ауруға болмайды. Ауырғаның жақсы емес қой. Мен биден шыққан соң мені үйге жеткізіп тастайсың ба? Әрине жеткізем. Сені қалай жеткізбейін? Рахмет. Оқас жоқ. Тәтті қыз, не істеп жатырсың? Қазір ұйықтайын деп жатырмын. Тәтті қыз, сен қазір ұйықтап, түс көріп жатқанда, мен сенің жаныңа ақырын келіп, үстіңе көрпеңді жауып, бетіңнен сүйіп, жаныңа гүл қойып кетем. Алло? Жарайды, көріскенше. Жақсы. Келдің бе? Келдім. Ол қандай тамақ өзі? Қандай тамақ екен? Аспазыңды шақыршы. Не болып қалды? Сендер мені мазақ қылып тұрсыңдар ма? Менің тамағыма неге жапырақ қосып қойғансыңдар? Сендер не мені қой деп ойладыңдар ма? Немене, қоймын ба сендерге? Сізді ешкім қой деген жоқ қой. Бұл лавр жапырағы. Лавр-мавр дегенді білмейді екем. Мәзірде ет толып тұр еді ғой. Шақыршы аспазыңды. Шақыр деймін. Жарайды, онда аспаз шақырайын. Не болып жатыр мұнда? Не болды? Олар бізді тамаққа жапырақ қосып, мені қой, сені сиыр дейді. Сендерді ешкім қой деген жоқ. Қазір аспазды шақырайын. Бар, шақыр. Аспазы кім екенін көреміз. Meni шақырдыңдар ма? Осман? Ассаламалейкум. Қалайсыңдар? Қалайсың? Қалай бопты? Әмді бопты. Сен жасадың ба? Иә, мен бәрін сендер үйреткенде жасадым. Жарайсың. Рахмет, ұнап қалды ма? Әкел бесті. Жапырақты да өзің қостың ба? Өзім қостым. Жарайсың, үйреніп алған сияқтысың ғой. Иә, үйрендім ғой. Мен бас аспаз болдым. Міне, маған ба? Рахмет. Жарайсың. Досым, сен шотты жап. Бізге бірдеңе салып бересің ғой. Ала кетейік. Бар, әкелмейсің ме? Неге тұрсың? Қазір. Күн ысық, әбден ысық. Ассаламалейкум ағасы. Уағалейкум ассалам, жақсы балалар. Қалайсыңдар? Сыққиып алыпсыңдар ғой, қайдан келе жатырсыңдар? Бұл әлі ештеңе емес, біз көлік сатып алдық.
Керемет. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын. Бұл ақшаны қайдан алдыңдар? Ұрлап алдыңдар ма? Тонадыңдар ма? Жала қалдық ағасы. Жала қалдық. Міне ағасы. Саған. Әрдайым бізді түсініп жүргенің үшін. Бізден шын жүректен. Жақсы ұйықта ағасы. Досым, көңілі күйің жоқ қой. Ақша керек болып жатыр. Неге? Келісім шартты төлеу керек. Сессияда жақындап қалды. Ассалаумалейкум, жігіттер. Уалейкум селам. Ассалаумалейкум. Қалайсың? Жақсы. Неге гитара, барабан ұстап алғансыңдар? Музыкантсыңдар ма? Иә, музыкантпыз. Консерваторияда оқимыз, ағасы. Ақша керек болып тұр ма? Ақша бәріне керек қой, ағасы. Болат, болсаңшы. Бек, мұнда келсеңші. Жігіттерге ақша керек екен. Ақша үшін бәріне барасыңдар ма? Жұмыс болса, істейміз. Балаларға не болып қапты? Ассалаумалейкум. Балаларға жұмыс керек. Жұмыс тауып бермейсің бе? Қысқасы, 5000 сомнан үшеуіңе 15000 сомға жұмыс бар. Не жұмыс? Не жұмыс? Не жұмыс? Таңертең үйден шығып келе жатқанда өздерің жақсы көретін бір әнді айтып, бізді шығарып салыңдар. Ән салып біткен соң бірден ақшаларыңды берем. Сол үшін 15000 сом аламыз ба? Сенбей отырсыңдар ма? Мынау. 5000 сом. Ол алғы төлем. Таңертең ән салып болғаннан кейін тағы 10000 сом берем. Жарайды. Келістік. Келістік бе? Жақсы, сау болыңдар. Қайырлы таң, тәтті қыз. Қайырлы таң. Қалайсың? Қалай демалдың? Жақсы. Сұлуым, түсімде саған қалдырған гүлдерім ұнады ма? Ұнады. Гүл сауытқа салып қойдым. Түсімде. Бүгін бейің нешеде бітуші еді? 5,5 шамасында. Болды, жарайды. Тәтті қыз. Кешікпей барам. Қазір олар шығады. Тек ұялмаңдар, жарай ма? Ақша тапқанымыз өзімізге жақсы емес пе? Жақсы болар еді. Келе жатыр. Bişkek'im, borborum sen. Bütün dövüşçülüğü ornodum sen. Batulu sezime düşebilsen. Var olun, Bişkek'im sen. Ассалаумалейкум. Жарайсыңдар, жігіттер. Жақсы айтады екенсіңдер ғой. 10 сом берем ғой, е? Е? Маған бергіш. Болды ма? Дұрыс па? Иә, дұрыс. Жақсы жігіт екенсіз. Рахмет ағасы. Жігіттер, кешкісін 15000 сом тапқыларың келе ме? Әрине. Міне. Мына қағазды оқысаңдар, бәрін түсінесіңдер. Жақсы балалар, қалайсыңдар? Тағы да сықиып алыпсыңдар ғой. Сендер берген ақшаға диван сатып алдым. Отырып көрсеңдер. Құтты болсын. Отыр. Құтты болсын. Отырып көрейін бе? Қаңғыбас болып кетпейін бе? Қаңғыбас болған қандай екен? Жақсы екен. Осылай жатасың. Құтты болсын.
көрімдік бермейсіңдер ме? Құтты болсын. Иә, көрімдік бермейсіңдер ме? Көрімдік бе? Онша ақшаны қайдан тауып алғансыңдар? Жалақы. Осындай жалақы беретін жұмысқа мені де кіргізіңдерші. Мәссаған, мен мұнша ақшаны не істеймін? Алыңдар. Рахмет ағасы. Жақсы онда. Ассалаумалейкум. Уалейкум сәлем. Келіңіз, жайғасыңыз. Не ішесіз? Шай, кофе? Жоқ, маған шай, кофе жайғасу керек емес. Мен мұнда басқа жұмыспен келдім. Пәтер іздеп жүрсіз бе? Жоқ, пәтерде емес. Мүлде басқа жұмыспен келдім. Не жұмыс? Қысқасы, қазір мұнда бір кісі келеді. Ол кісі келгенде, мен осы құрылыс компаниясының бастығы болып отыруым керек. Жоқ, бізде ондай болмайды. Ол мүмкін емес нәрсе. Ал егер ақша берсем ше? Кіріңіз. Болат Тасқарұлы, сәлеметсіздер ме? Қалайсыңдар жігіттер? Жақсысыңдар ма? Жұмыстарың қалай болып жатыр? Мінеке әке, құрылыс компаниясын ашам дедім, аштым. Сөзімде тұрдым. Азаматсың балам, азаматсың. Үш ұйықтасам түсіме кірмес еді. Мінеке, бұл үйдің аты Ақкеме. Бұл үйдің аты Бұқымбай. Бұл үйдің аты Капитал. Мұна болса Қожамқұл. Айтпақшы, есептерді жасап біттіңдер ме? Әлі дайын емес. Дайын емес бе? Қалай дайын емес? Сендерге 2 айдан бері айтып жүрмін ғой. Бітпей қойды ғой сендердікі. Болды, сабыр енді. 2 ай болды ғой. Болды енді, болды. Сендерге бекер жалақ төлеп жатырмын ба? Айтқаннан кейін соңына да істемейсіңдер ме? Болды енді, болды. Шығыңдар қане. Жарайсың балам. Өзіме тартыпсың. Алғырсың, азамат. Жұмысың алға бассын. Демек, мұның жақында бітеді екен. Болат Тасқарұлы. 15 минут деп едің ғой, бастық келе жатыр. Күте тұр енді. Қазір барам. Осылай әке. Осылай жұмыс деп жатырмыз. Ал, өкініш көрай, қазір мен Қытайлармен жолықпақпын әке, инвесторлармен. Мені күтіп отыр. Уақытаз сол жаққа барайын. Мен де барайын ба? Жоқ, сіз бара беріңіз. Асықпай тағы отырармыз. Сіздің де жұмыстарыңыз бар. Сіз де шығыңыз. Дұрыс айтасың балам, Қытайларды жақсылап пайдалану керек. Қолыңнан келсе қармай бер. Жақсылап істе. Өзіме тартқансың. Қай жақпен шығамыз? Көлік дайындап қойдың ба? Қалайсың, тәтті қыз? Қалайсың, тәтті қыз? Тамаша. Ұнай ма? Өте ұнайды. Саған. Рахмет. Биің қалай болды? Жаман емес. Өзің қалайсың? Жақсы. Міне, тәтті қыз, келдік. Иә, кеш болды. Мен үйге кірейін. Тәтті қыз. Сен қазір кіріп, ұйықтағаннан кейін, түсіңде мен сенің жаныңа барып, бетіңнен сүйіп, жаныңа гүл тастап кетем. Жарайды. Көріскенше. Көріскенше. Иә. Абайла деймін. Az kaldı.
жылама. Атың кім? Сезімай. Кім? Сезімай. Сезімай? Қайда бара жатырсың? Мен әпкеммен келе жатып, адасып кеттім. Үйіңді білмейсің бе? Үйің қай жақта? Ей, қыз. Кімнің қызысың? Көзіңе қарамайсың ба? Қағып кетсек не болар еді? Ей, не айғайлап тұрсың? Не болды? Болды, жылама. Тоңып қалған жоқсың ба? Жоғалып кетіпті. Үйге апару керек. Ата-анаңды табамыз, е? Жүр ғой, жүр. Жақсы балалар, қалайсыңдар? Денсаулықтарың жақсы ма? Бұл кімнің қызы? Кімнің қызы? Ешкімнің қызы емес. Жоғалып кетіпті. Жолда келе жатып тауып алдық. Адам жоғалған ештеңе емес, адам табылады. Адам өзін өзі жоғалты болса, міне сол қиын. Өзіңді өзің жоғалтсаң таба алмай қалуың мүмкін. Ой, сөйлеп қоясың, а? Міне. Ал. Неге? Қолдан келіп тұрғанда жәрдем бермегенде қашан берем? Сендер мені жаман еркелеттіңдер. Жақсы. Қайырлы түн. Жігіттер, абайлап жүріңдер. Жақсы. Қазір үйге кіреміз. Түйшік қап жігіттер, сұлтанып сағағына, жүрегім жетпе келет, сүнде жаңа, хемми мен даған тем, жүрегім жаным садағам. Арманым, ардағым, бойым, бұйырса неке ғайып. Қырғызша. Қолға су құйып жіберейік. Алас. Бар бәледен алас. Жамандық кетсін, жақсылық келсін. Алас. Рахмет. Әндерің жақсы екен, жігіттер. Рахмет. 15 мың сом берем деп бедім? Жоқ 10 мың ба? 15. Сенікі. Болды ма? Иә, рахмет. Егер таңертең дәл осылай күтіп алсаңдар, тағы ақша берем. Болды, қасы. Жолығамыз. Ризамыз, аға. Жақсы ұйықтаңыз, аға. Күшті болды, ә? Біз осында тұрамыз. Әдемі үй екен. Ұнады ма? Кіре бер. Менікін де шешіп берші. Ей, мен мына кішкентай қызға сенбей тұрмын. Ертең ата-анасы келіп, милиция келіп, мына жерде айғай-шу болмай ма? Не деп отырсың? Қыз жоғалып кеткен, ондай болады ғой. Ертең әпкесіне хабарласып қайтарамыз. Олардың қайда тұратынын білесің бе? Қаңғыбас, саған сөйлеп тұрмын. Сен Қаңғыбастың кім екенін білесің бе? Алдымен адамдармен сөйлесіп үйрен. Ақымақ. Мақтының кейпін танытып, барып кел, шауып кел боп жүрсің бе? Бұзақы, сенімен сөйлесуге зауқым жоқ.
Сеніп қалды. Сезмай? Қардың ашқан жоқ па? Жоқ, қарным тоқ. Ештеңе жемейсің бе? Сезмай, сен ата-анаңның, жақындарыңның, туғандарыңның телефон нөмірлерін не үйлерін білесің бе? Телефон номері Айтшы. білесің бе? Жоқ, білмеймін. Оның бәрін қайтесің. Ертең милицияға апарамыз. Ата-анасын милиция тауып береді. Неге жылатасың айғайлап? Кішкентай емес пе? Оған мән бермей қой. Кел, үстіңді шешейік. Үй жылы ма? Жылы екен. Сезмай, сен не істей аласың? Билей аласың ба, ән айта аласың ба? Білесің бе? Билеймін де, әнді айта алам. Қане, бізге айтып берші. Қай әнді айтайын? Өзіңе ұнайтын, өзің жақсы көретін әнді. Жақсы көрген ән. Көктем туралы ән бар. Соны айтып берейін бе? Иә, соны айта ғой. Бастай берейін бе? Иә. Uyqonboy uyqudan hüva qalacaq quracaq hüva jalqo жазғажақ байқалып көп нәрседен қорғалады. Ей! Оны май ән айтсаңшы. Ұйықта бар. Айта бер. Сендерге айтам. Сезмай, сен мыналарды үстелге апар. Болады, тояды, е? Шай ішіп алайық. Боладаға, тұрыңызшы. Тұрыңыз. Не? Жоғалшар. Тұрыңыз. Ей деймін, жоғалар. Кел, Сезмай, отыра бер. Оны өзім оятам. Ей, Болот. Ей. Болот. Не болды? Не? Тұрмайсың ба? Бүгін Сезмайдың туған күні екен. Не? Бүгін туған күнің бе? Иә, Неге өтірік айтасың? өтірік айтқан жоқпын. Қаншаға толдың? Мен 9-ға толдым. Өй, өтірікші! Туған күнім деп алдап қайтеді енді. Қазір тамағыңды ішіп кейін. Сені милицияға апарамыз. Әзілдеп айтты. Тамақ қалай бопты? Өте дәмді. Солай ма? Атсақ қайтеді? Біз атпаймыз. Мен атам. Оқ бар ма? Бар. Берші. Банкаларды көтеріп қойшы. Ысып бір ауылдар ысып бір. Қандай керемет. Сөзсің бе? Сен бұрын дельфиндерді көрдің бе? Көрген жоқпын. Ұнады ма саған? Иә, ұнады. Ал сіз бұрын көріп пе едіңіз? Жоқ, мен де бірінші рет көріп тұрмын. Болат аға, сіз бұрын көріп пе едіңіз? Көрген жоқпын. Көрсем келмес едім ғой. Не дейміз? Менен тілек. Сезмай? Туған күніңмен. Көп жаса.
Әр дайым күліп жүр. Ал ең бастысы, атанаңды тап. Е? Рахмет. Кел, туған күнімен. Келесі сөз кезегі Болат ағаңда. Не? Сен де тілек айт енді. Онсыз болмай ма? Айтсаңшы. Не дейміз? Сезмай, туған күнімен ұзақ өмір, зор денсаулық, ешқашан ауырма. Өмір деген қатал. Бір күні жақсылық болады, бір күні жамандық болады дегенде. Соның бәріне дайын болуың керек. Бей, Болат, ол әлі кішкентай емес пе? Дұрыстап айтсаңшы, кішкене дұрыс сөздерді айт. Өседі ғой. Қысқасы келіңдер. Жоғалмай жүр, жарай ма? Сондықтан уайымдама. Я, жақсы кездерді еске ал. Ағасы? Ай, ағасы? О, жақсы балалар. Қалайсыңдар? Ұйықтап қалды ма? Ұйықтап қал. Теледидар алдыңыз ба? Я, көріптім. Құтты болсын. Рахмет. Жақсы телехикая екен. Барлық арына тарта ма? Я, сенесіңдер ме? Төбеде серіктік антенна бар. Болат, кеттік. Ал мен кеттім. Жақсы, жақсы. Айтпақшы. Тағы басталды ма? Жаман еркелетіп жібердіңдер ғой. Міне ағасы, теледидарға көрімдік. Рахмет. Теледидар құтты болсын. Wi-Fi сатып алатын болдым. Wi-Fi? Сен үйді сыртынан емес, ішінен салып жатырсың ғой, а? Жақсы аға, кеттім. Жақсы, сау бол. Хей! Тап қызық жеріне келген дос енді. Ұнадым аға. Жарайсыңдар, жігіттер. Сіз берген ақшаға аппаратура алып, жаңа гитара алып. Ризамыз ағасы. Міне, сіз берген ақшаға көйлек шалбар қалпақ алдым ағасы. Жақсы, жақсы. Жарайсыңдар. Ризамыз ағасы. Келесі жолы сөзін жаттап алыңдар, жарай ма? Рахмет. Келесі композиция, достар, арнайы Болат аға үшін. Қайырлы түн. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказкой спать ложиться, чтобы ночью нам присниться. Ей пожелать баю-бай. Не gülüyorsun? Seni bek ағаң тастап кетті. Seni бүгін милицияға апарам.
Кешке дейін не істесек екен? Әткеншекке барамыз ба? Не? Ана тұрған әткеншекке барып ойнаймыз ба? Ал милициямен ойнағың келмей ме? Болды. Жоқ. Тағы ойнайсың ба? Жоқ. Кеттік. Мені де тербетіңізші. Мені де. Менікі. Ей, тұр ғане. Тараңдар. Тұр. Ей, қарның ашты ма? Иә. Кеттік. Рахмет. Тәтті қыз, мен бүгін саған ән арнайын деп шештім. Бір ғана сен үшін. Жарайсың. Қарай көр. Әндетіп отырғаның қара. Байғұс қыздың басын қатырып, не істеп жүрсің? Қызыңа қарамайсың ба? Әкем қайда деп жылап жүр. Әлде сен оның басын қатырып жүрсің бе? Оның 2 баласы бар, әйелі бар. Тәзіліңе рахмет. Тәтті қыз. Сен бәрін дұрыс түсінбедің. Тәтті қыз. Ренжіп қалды ма? Болат, ойнап сөйлесең де ойлап сөйлемейсің бе? Не істегеніңді қараш? Қызға бұла неге сонша күйгеліктеніп тұрсың? Қолыңа гитара алып, жаңағыдай ән айтып берсең кешіреді. Дұрыс па? Маған неге бұлай қарайсың? Не істедің сен, а? Неге сонша күйіп пісесің? Әзілдет деп айта сал. Болат, осындайда әзіл бола ма? Сезім айды менің қызым деді. Оған түсіндіріп көр. Сенің әзіліңді мен түсінем, Сезім ай түсінеді. Қалған ешкім түсінбейді сенің әзіліңді. Не болып барасың соңғы күндері? Кішкене мінезіңді түземейсің бе? Жынды болып барасың ба? Түзелші. Мен түзелем бе, түзелмейм бе, сенің шаруаң болмас, ноқтың ба? Осының бәріне өзің кінәлісің. Сезім айды үйге келмеуің керек еді. Бірден милицияға апаруың керек еді. Кішкентай қызды көшеге тастап кетуің керек пе? Екеуіңмен жүргенше иттермен жүрген артық. Жылама. Ағаң осындай ақымақ. Сезім айдың ата-анасын тауып берем. Болат, мен мына жаққа барып қайтайын.
Ол жайында сөйлескім келмейді. Алтынай. Ей, сен бе? Болот, не болды? Бекті біреулер ұрып, көлікке салып алып кетті. Қызын қарай тұр. Бек саған бәрін түсіндіріп, өз алып кетеді. Жарай ма? Болат, оған не болды? Қарай тұр қызын, өз келіп алып кетеді. Болат. Ал, қаланың жаңа байлары. Көп сөйлемеймін. Бір-ақ рет сұраймын. Қайда? Қайда екенін айтуымыз керек. Қайда? Қайда? Басқа тиген таяқта. Ақша өмірлеріңнен де қымбат па? Біз қайда екенін білмейміз. Сендер мені түсінбедіңдер. Тыныш әрі ауқатты өмір сүру үшін маған ақша төлеулерің керек. Бек, мен бермесем болмайды. Қолымды шешсеңдер айтам. Мынаны сұрап отырсыңдар ма? Жігіттер, ант етейін. Не сұрап отырғандарыңды білмеймін. Мен сендерге ескерттім. Өмірлеріңмен қош айтсыңдар. Біреуді күтіп отырмыз ба? Бараш. Кет. Қолымды шешші. Ақшаның иесі бар деп айттым ғой. Міне ақшаның иесі. Көрдік қой екеумізде. Ақшаның иесі бұлар емес. Не деп тұрсың? Бұлар болғанда бәрі басқаша болар еді. Сезмей қайда? Тәтті қызың апарып тастағам. Алло, қайда кеттің? Алло. Балапандарың менде.
Егер қызды тіріде көргілерің келсе, маған бір қап ақша келіңдер. Алып келіңдер. Алганылар мотору, Келді. Досым, бұларға не болған? Бізге ақша бермейді ғой, е? Түрі жаман боп тұр, е? Есік жабық емес пе? Е? Ұрылар келген бе? Ақша. Жоқ па? Жоқ. Қалайсыңдар, жігіттер? Мен балалар үйінен келдім. Қайдан? Балалар үйінен. Бізде бір қыз қашып кетіп, соны таппай жүргенмін. Сол қызды сіздермен бірге көрген екен. Сіздер білмейсіздер ме? Қандай қыз? Қазір менде суреті бар. Көрсетейін, е? Сезімай деген қыз. Көрген жоқпыз. Бұл қызға не болған? Бұл қыз ата-анамды табам деп балалар үйінен неше мәрте қашқан. Бұл жолы қашып кеткеніне бір айдан асып кетті. Көріп қалсаңдар, біліп жатсаңдар, көмек бересіңдер ме, жігіттер? Мен нөмірімді қалдырып кетейін, маған хабарласыңдар. Бұл менің есім хатым. Жарайды, жақсы. Рахмет, жігіттер. Балалар үйі дей ме? Жоғалып кеттім деп еді ғой. Ақша келді ме? Е, келді. Қыз қайда? Ақшаны алып шығып мұнда қойыңдар. Сосын қызды алып кете беріңдер. Қызды алып шығыңдар, ақшаны қоямыз. Мен сендерге тағы бір рет айтайын. Ақшаны алып шығып мұнда қойыңдар. Қызды аласыңдар. Ашуымды келтірмеңдер. Сенің ашуыңа түкіргеніміз бар. Қызды алып шығасың, ақшаны аласың. Мен сендерден соңғы рет сұрайым. Ақша қайда? Қыз қайда? Алып шықшы.
Сезмай? Енді ішке кіргеннен кейін бұл жерден қашпа. Мұғалімнің айтқанын тыңда. Мұғалім саған жаман ештеңе үйретпейді. Тентек болмай, жақсы қыз бол. Тентек болмайсың ба? Жоқ, Қашпайсың ба? ешқашан. Сөз бересің бе? Иә, Жарайсың. Міне, Сезмай. Ескі киімдерің. Сезмай. Ал, жақсы. Келші құшақтайын. Бұл өмірде көп адамдар ақшаны армандайды. Жолда кетіп бара жатып, ақша тауып алсам, аспаннан ақша түссе, ақшам көп болса, барлығы басқаша болар еді деген қате пікірде болады. Алайда олай емес. Ақша пайда болған соң, бәрі басқаша болады. Ақша барлық адамды өзгертеді. Мысалы сендер, бір қап ақша тауып алып, не істедіңдер? Шалқыдыңдар, биледіңдер, ойнадыңдар, ішіп жеп шаштыңдар. Не жаратқан құрлы болмадыңдар. Ең құрса, ата-аналарыңды ойлаған жоқсыңдар. Мен оның бәрін қастарыңда жүріп көрдім. Еңбекқор адамға аспаннан түскен ақша керегі жоқ. Әрекетсіз адамға бір қап ақша берсең де, ештеңені қатырмайды. Бұл дүниеде ақша үшін адамдар бір-бірінің өмірін қиюға дайын. Сендер де ақшаның артынан жүріп, жоқ болып кете жаздадыңдар. Мен сендерді үлкен бәледен сақтап қалдым. Ақша, ақша, ақша! Ақша еш нәрсені шешпейді бұл дүниеде. Ей, жақсы балалар. Әрекет қылыңдар. Жібере салыңдар. Ей! Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Ассалаумалейкум, әке. Қалайсыз? Жақсы. Әке, мен сізден кешірім сұрайын деп келдім. Не боп қалды? Баяғы құрылыс компаниясын білесіз бе? Сізді апарып едім ғой. Оның бәрі өтірік. Мен білгем, балам, білгем. Ол менің досымның компаниясы. Жассың ғой, жассың. Әке, мені кешіріңіз. Мен бәрін түсіндім. Енді сіз ашып берген нотариуста жұмыс істеймін. Бек деген досым бар, сол екеуміз істейміз. Енді ақылға келдің бе? Бар. Бара бар. Рахмет, әке. Алло. Ақшаңды алдың ба? Иә, алдым. Жарайсың. Міндетіңді жақсы орындап шықтың. Сенімен істес болған ұнады.
Filmde dıbıstağan Prim Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Телерадио компания 31 канал Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша. Менин чөрөм рэп унга бөлүп айтамын кеп Элип угуп кет, жалгыз чындык байкадым сен Көчөнүн акыны мен, кулактын жакыны мен, жашагын акылың менен, чындыкка